Қалдарыңыз қалай? Шешілмейді ғой. Шешпек қойыңыз аға. Болмайды ғой, ұяқпа. Ау? Ұяқпа. Қалдайсыз? Амансыз ба? Есіміңіз кім аға? Мұратбек. Мұратбек? Мен есім Самат болады. Мұратбек аға екеміз таксимен барып продукты алсақ, сіздерге беріп жіберсек болады ма? Сіздерге сыйлық қой жаңа жылға. Жаңа жылға сыйлық ата. Продукты алып берсек. Қарсы емессіз ғой? Жүріңіз аға. Нанның қадірін білмейтін оңбағандар бар екенді. Алла сақтасын. Достар, мусормен, темекімен, бірақ нанды жерге тастамасын да. Дұрыс па, апа? Құлатындар бар да, сонда айондар. Не аламыз, ата? Бәрі маған алайық. Продукты ғой? Любой алайық. Балам былтыр қайтыс болып кетті де, алайын деді. Автобустар үліліп құлап, қабырғасын, өкпесін ешкетін кескен намескен қылып, 95 жылғы. Сода қалған екі қызы бар. Иманы саламат болсын, ата. 95 жылғы бар. Өздеріне сенбейін. Солай болып қалды. Иманы саламат болсын, ата. Қызым тұрмыс жасып кеткен, 81 жылғы бар. Астанада тұрады. Одан екі немерем бар, сол өздерімен өздері. Одан кейін бала жаңағы жағдай болып қайтыс болды. Немереңізбен отырып, шай ішіңіз, ата. Маңыз. Мына бірінші немереңізге, ата. Мына екінші немереңізге. Ата, мына корзина толды. Енді мына корзинаны толтырайық. Қайсыздар болып тұрды, бір түрлі. Жоқ, бір түрлі емес, ата, толтырайық. Осындай жағдай, ата, қанша рет болды өміріңізде? Қандай болсын, не ватқанда, бұндай екінші рет болып жатыр ғой. Екінші рет болып жатыр? Бұрын ана, осы тағыржағында ақтомдар бар ғой. Сояқта істеп жатқанда демпір әкеп келді. Просто келді, жерден қампалды. Киіп алдым, ол қазір үйде жатыр. Осының соңынан екінші рет. Жасыңыз қаншада, ата? Мен 66-та толып, 67-ге кетіп тұрады. Апамыз? Апа 69 жылғы. 69 жыл. Мен 56 жылғымда. 13 жас кіші болмын. Ата, жақсы онда. Рахмет. Аман болыңыз. Алла береке берсін, ата. Саған да рахмет. 100 жасаңыз, ата. Сен де 100 жаса. Бала-шағаң, немерелерің рахатын көр. Рахмет, ата. Не дейін басқа. Не толқып жатырмын да? Атамыз толқып жатыр. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Аллах тағала береке берсін. Ат салысқан баршаларыңызға, шаңырақтарыңызға тек қана бақыт пен шаттық тілеймін. Достар, міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер, және де келесі отбасыға ат салсам деушілер төменде Каспи ат салсаңыздар болады. Баршаларыңызға Алла разы болсын.